Сәлем достар, бүгінгі видеода біз маңызды тақырыпты талқылайтын боламыз. Не себепті қазіргі балаларға сабақ беру қиынға соғуда? Мен сіздерге бұл мәселенің 5 негізгі себебін түсіндіріп, нақтылы мысалдар келтіретін боламын. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, мәселенің шешімін табудың жолдарын да білетін боласыз. Ең бірінші себеп технологиялардың әсері. Қазіргі балалардың көп уақыты смартфондар мен әлеуметтік желілерде өтеді. Бұл олардың ақпаратты қабылдау тәсілін өзгерткені бәрімізге белгілі. Олардың қысқа әрі жылдам ақпаратты ғана қабылдайтыны сөзсіз. Мысалы, бала бірнеше сағат 10 секундтық TikTok видеосын қарап отырса да, 10 беттен тұратын шығарманы оқуға шыдамы жетпейді. Екінші себеп стресстің жоғары деңгейі. Көптеген ата-аналар баланы ерте жастан бастап түрлі курстарға, қосымша сабақтарға береді. Бұл балалардың шаршауына және сабаққа деген қызығушылығының төмендеуіне әкеліп соғады. Мысалы, бір оқушы аптасына 3 түрлі курсқа барып, үй тапсырмасына үлгере алмай мұғалімнен ұрыс естиді. Бұл оның өзін-өзі бағалауына кері әсер етеді. Үшінші, жаңа буынның ерекшеліктері. Қазіргі балалар өз ойын еркін айтуға үйренген. Бұл жақсы, алайда кейде тәртіп пен білімге деген қызығушылықтың төмендеуіне себеп болады. Мысалы, сабақ барысында мұғалім балаға ескертпе жасаса, ол бұл маған қызық емес деп бірден жауап беруі мүмкін. Төртінші, сабақ беру әдістерінің ескіруі. Кейбір мұғалімдер әлі күнге дейін дәстүрлі әдістерді қолданады, бірақ қазіргі балалар интерактивті тәсілдерді қалайды. Мысалы, мұғалім тарих сабағын құрғақ деректермен түсіндіретін болса, балалар жалығады. Ал сол тақырыпты видео немесе ойын түрінде түсіндірсе, қызығушылығы артып, баланың білімге деген ынтасы артады. Бесінші, мотивацияның төмендеуі және мақсаттың жоқтығы. Балаларға білімнің болашақта маңыздылығы түсінікті емес. Олардың көзқарасында бұл пәнді неге мен оқуым керек деген сұрақ басым. Мысалы, математика сабағында бала бұл формуланы өмірде қайда қолданамын деп сұраса, мұғалім нақты жауап бере алмай қалады. Жоғарыдағы себептерді баяндай келе, мәселенің шешу жолдарын көрсетемін. Бірінші, технологияларды сабақта жиі пайдалану. Балалардың қызығушылығын арттыру үшін жиі интерактивті құралдарды қолдану. Оған жаңа видео, онлайн платформа, ойын элементтері жатады. Екінші, баланың қызығушылығын ояту. Бұл өмірде пәннің қалай қолданатынын түсіндіру қажет. Мысалы, геометрия дизайнерлерге, математика кәсіпкерге ауадай қажет екенін түсіндіруіміз керек. Үшіншіден, сабақ беру әдістерін жаңарту. Кейбір дәстүрлі әдістерді жобалық оқыту, топтық жұмыс немесе рөлдік ойындармен алмастырғаныңыз абзал. Төртінші, эмоционалдық қолдау. Баланың өзін-өзі бағалауына көмектесіңіз. Әр жетістігін атап өтіп, қолдау көрсетіңіз. Бүгінгі видеомызды қорытындылай келе, қазіргі балаларға сабақ беру қиын, бірақ бұл жағдайды түсініп, әдістерді бейімдеу арқылы жеңілдетуге болатыны сөзсіз. Пікірге өз тәжірибеңізді жазыңыз. Сіз қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Содан пікір білдіре отырыңыз. Және бұл видеоны лайктап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.